Алтынай, кешкі асқа кел, тамағың суып қалады. Міне, мен де келдім. Тұла бойы тұңғышым менің. Сен сондай сұлу болып тұрсың. Рахмет, мен де бүгін кездесу. Өтірікші. Естідің бе, мама? О, балапаным сол, ауырып қалыпсың ғой. Дәріш деп айтқан едім ғой саған. Мама, ол ауырып қалған жоқ. Жоға, ол шынымен ауырып тұр. Мұрнынан су ағып, қызуы көтеріліп, сол аяқ болсын. Ақымақ. Осы жол естіген боларсың. Жаным сол, мен ақымақ деп атады. Жоқ, Мен олай демедім. онда дәрігерге барып құлағыңды тазартасың. Шын дәрігерге бара ғой. Жоқ, мен саған айтып тұрмын, мам. Рахмет, менде бәрі дұрыс. Бұған да көндік. Семіз шошқа. Байқұсым сол. Қойсаңшы, Алтынай, іннің ауырып жатыр ғой. Қайдағы ауырған? Ол сап-сау. Сау болса жөтелмейтін еді ғой. Оны жөніне қалдыршы. Дұрыс айтады. Қойшы, тоқташы. Тоқтатшы деймін. Мә керек болса. Әкел бері. Мә саған. Сенде бәрі дұрыс па? Сен ұтылдың. Ей қатын, қайда жүрсің сандалып? Айғайламашы, шығып келе жатырмын ғой. Жан, мен келдім. Алтынай, мұнда не болып? Мен бұл дәлелмен келіспеймін. Бұл қылмыс әділ шешімін таппады. Компания өз айыппұлын толықтай төлеген жоқ. Өтірік айтпа, компания өз қарыздарынан құтылған. Жоқ, ол олай емес. Тоқтатыңдар. Үзіліс жариялаймын. Танысып қой, бұл Алтынай. Сәлем. Сәлем. Менің әпкемнің есімі де Алтынай. Шын ба? Шын айтам. Мектепте бірге оқыдыңдар ма? Иә. Жер домалақ, иә? Айтпашы. Қазір телефонға жауап берейін. Кешіріңдер, анам ғой хабарласқан. Ой, бүгін менің мамамның туған күні екен ғой. Сенесің бе? Бүгін менің де анамның туған күні. Рас па? Әрине рас. Дәл бүгін туған күні. Ой, менің ішім ауырып жатыр. Қазір ораламын. Мексикандық асханалардың тамағын неткен ащы еді. Достым, сол ащы тағамдарды өліп жеймін мен. Рас айтасың ба? Мексикандық асхананы мен де жақсы көремін. Айтпақшы, сендерге сатып алған сыйлығым бар еді. Қазір әкелемін. Жоқ. Қаңғыбас, парақшаға тіркел.